Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алекизит. Бүгін біздер Жаңаөзен қаласындамыз достар. Менің өскен жерім достар, менің ең сүйікті қалам, өзіме ыстық қала достар. Жаңаөзен қаласындамыз. Бүгін біз Жаңаөзен жайлы кішкене сыр шертетін боламыз. Жаңаөзеннің қаласымен танысатын боласыздар. Егерде Алекизиттің қай қаладан шыққан білгілерің келсе, онда достар осы кезден смело лайктарыңызды басыңыздар достар. Смело давайте басып-басыпсаңыздар. Біз ары қарай қазір Жаңаөзен қаласына кіретін боламыз достар. Керемет қала, керемет погода достар. Бұл кіре берісі Жаңаөзен қаласының. Анау менің машинам. Үй жаным менің. Біз Ақтаудан келе жатырмыз. Ақтау мына жақта болады достар. Жетібай, Ақтау, осы жолмен былай қарай өтеміз достар. Міне осы жолмен келесіздер. Және де достар, міне Жаңаөзен қаласына кіресіздер. Қазір сендерге өткенде сұрақ қойып жатыр еді балдар, фанаттар көбі. Жаңаөзен қандай қала? Алек Жаңаөзен жайлы түсіршеш. Жаңаөзен қандай? Ақтауды көрдік. Енді Жаңаөзенді түсір деп. Мынау бір дауыстары бір қатты екен, бір сөйлеп жатса бір мына жерде біреу. Так достар, онда олай болса кеттік. Смело лайктарын басыңдар. Күн сәулесі өте керемет. Бүгінгі күн нешесінде түсіріп жатырмыз. Біздер 3 декабрь, яғни желтоқсанда сағат 15:27 екен достар, яғни 3:30 болыпты. Мынау менің машинам. Смело лайктарыңызды басыңыздар. Осының обзорын күтетін болсаңыздар достар, давайте кеттік. Так, міне достар, біздер Жаңаөзен қаласына кіріп келе жатырмыз. Менің сүйікті қалам достар, мына жақтың барлығын қазір көрсететін болам. Алдымызда 2 жол, яғни былай тіке жүрсек, менің өскен ауылыма баруға болады. Ал мына жаққа бұрылсақ, қазір біз қалаға кіреміз достар. Бұл қалаға кіретін жол, ар жағы тіке ауылға баратын жол достар. Менің тұрып кеткен ауылым. Ауылымды сағындым болып жатыр ғой. Бұл Әбіш Қожа мешіті, яғни Жаңаөзендегі ең жаңа мешіт бұл деген достар. Өте керемет мешіт. Осы кіре берсе осы мешітті көруге болады. Және де қазір біздер ары қарай қалаға кіреміз достар. Туған жерім Жаңаөзен, мен үшін жалғыздары, мен үшін жалғыз қала. Туған жерім Жаңаөзен, тамған кіндіктің қаны, берем сен үшін жанды. Бұл біздің 5-ші микрорайон достар. Мына 5-ші, мына жақ 5-ші микрорайон деп аталады. Яғни өте әдемі біздің микрорайондарымыз Жаңаөзен қаласындағы. Және де Жаңаөзен қаласында негізі 7 микрорайон бар. 7-ші микрорайоны енді салынып жатыр достар. Бар болғанда 7 микрорайон бар. 7 микрорайонның өзі, мысалы, мынау 5-ші микрорайон ба, 5-ші микрорайон бірнеше домнан тұрады достар. Бірталай домы бар. Мысалы, мынаның өзі 5-24 ба, 24 болса, ар жағының өзі 25-26 кете береді достар, ары қарай созылып. Сондықтан дом, мысалы деген микрорайон аз болғанмен домдар көп достар, домдар көп. Бұның ар жағында кете береді бұлай қарай. Мына жерде енді осындай пробкалар болып қалады. Жолдары өте кішкене тар, енді Ақтаудікіне қарағанда. Қараңыздар, Ақтауда 3 машин, 4 машин саяды ғой бұл жерге. Ал бізде тек бар болғаны 2 машина жүре алады. Енді барына шүкір етеміз достар. Барына шүкір, қанағат. Бұл біздің неке сарайымыз, көрініп тұрса, бұл неке сарай. Яғни бұл жерде бірталай адамның некесі қиылды. Отбасылы болды. Ертең, қазір жақында көрсетемін достар. Ертең деп қоям. Қазір бір айналып келеміз қаланы полный. Сол кезде сіздерге көрсететін болам достар. Бізде күн жылы, өте жақсы болып тұр погода деген. Мынаның барлығы 5:43, 5:45, ары қарай кете береді. 70-80, ойбай 80 жоқ енді. Бар ма? 80 жоқ қой бәсе. Сол ары қарай 5:73, сөйтіп ары қарай созыла береді достар, кәдімгідей. Созыла береді. Енді бұл жерлер біздің күнделікті жүретін жолдарымыз ғой шіркін. Енді Жаңаөзен қаласында осыдан артық көрнекті жер жоқ. Бұл орталық алаң, яғни саябақ деуге болады. Үлкен алаң, қазір оны да көретін боламыз. Біздер енді қазір мынаның полный, мына жағының бәрі 5-ші микрорайон достар. Енді мына алдымызда көрінген жолдың ар жағындағысы ол 4-ші микрорайон. Бұл 4-ші шағын ауданы, яғни ол былай қарай енді кетеді. Былайнан кәдімгі мына жаққа қарай кетеді. Ал бұл біздің Жаңаөзеннің теркасы. Иә достар, Жаңаөзенде де бізде де терка бар. Енді мини айтуға болады, мини деп.
мега деп айтуға болады, мини. Басында біздер жаңаөзендіктер болса көріп отқан шығар, басында біздер бұны мега деп ойладық. Негізі ойбай 4 этажды болады, анау мынау дегесін ойбай деп, бұл мега болады дегесін бәріміз алынып атқанда мега деп жүрсек, оказывается ол ТРК болып шықты достар. Бұл жерде Жаңаөзенге кететін таксистер, міне алдымызда толып тұр такси. Бәрі енді отбасының қамы үшін, нан табу үшін таксисовать етеді, өйстіп клиенттерді көп болсын. Өте әдемі қала достар. Өзіме ұнайды. Ыстық. Басқа жаққа барам ғой, мысалы Ақтауға барсам да, Алматыға барсам да осы қала сағынып тұрады. Білмеймін достар, қалай неге үшін сағынатынымызды. Тамаша жер көрсек те осы қалада бауыр басқасын ба, өте керемет қала достар. Міне бұл фло, муло бәрі бар ішінде, киінетін де-факто түрлі заттар бар. Ал мынау 5-ші микрорайонның қалғаны, мынау 5-тің бірі деп аталады достар. Бұл енді 5-тің бірі жалғыз осы жерде тұрады. 5-тен қалып қойған ғой ар жақтан да. Сол үшін осы жерде салынған ғой. Ал мынаның барлығы енді 4-ші микрорайондар, жаңа айтып кеткендей 4-ші микрорайон. Енді біздер қазір Мұнайшы мәдениет сарайы деген жақтарға баратын боламыз. Тағы да бізде ТРК бар, 2-ші ТРК. Ол енді мына ТРКдан кішкентай Зиба деп аталады. Ол Зибаны да қазір көрсетемін достар. Кеттік. Так, біздер қазір 4-ші микрорайонмен кетіп бара жатырмыз. Сіздерге көріне ме екен білмеймін. Басымда тұр камера. Олай қарай жүрейік енді. Мына жаққа қазір таксистер тұрады. Сонымен пробка болып қалады. Бұл екі жолдың өзі жетпейді. Солай достар. Сізмен лайктарын басыңдар. Мен осы қалада, міне достар, кәдімгі өстім мен осы қалада. Міне менің қалам, Жаңаөзен қандай қала десеңіздер, міне осындай қала достар. Бұл жерде де микрорайондар бар. Әдемі болады. Мына жер ертең жаңа жылда шыршалар ілінеді. Мына ағаштың барлығына шыршалар ілінеді. Там андай светтер бар, шыршаның светтері. Ағаштың бәріне шырша ілінеді деген қалай кетті. Мына жақта да домның астарына салып тастаған бургер, сургер, дәріхана, анау, мынау бәрін салып тастаған. Мына жағы енді 4-ші микрорайон ба, жаңағы достар айтып кеткен. Ал енді мынау 3-ші микрорайон деп аталады достар. Бұл 3-ші микрорайон. Көрдіңдер ғой, бәрі бір-бірінің қасында. Өте әдемі достар. Міне біздің ТРК Зиба достар, көрініп тұр ма екен? Так, мынау біздің Мұнайшы достар. Қайрат Нұртас, Төреғали, Төреәлі, бүткіл өнер қырандары, түрлі сахнаның саңлақтары, яғни осы жерге келеді достар. Бұл Мұнайшы біздің мәдениет сарайымыз. Енді дұрыс көрінбей тұрған шығар. Қазір сіздерге білмеймін, қазір бір ар жағына бар тоқтап, қазір мына жерді көрсетеміз достар. Бұл біздің енді бұл 3-ші микрорайон аяқталады. Осының ар жағы уже 1-ші микрорайонда. 1-ші микрорайон, 2-ші микрорайон мына жақта достар. Кәдімгі бөлінген ғой, жолдан да кәдімгі. Главный жолдар орталарын бөліп тұрады. Бұл жердің енді жолын айтпай-ақ қоя қояйын. Бұл жердің жолын өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар. Біз бүткіл енді қаланың жолына тіл тигізбей қоя қояйын. Бірақ бар енді жолдар қисық-мисық жерлері болады, енді андай іші айдаған сияқты болып жүресің. Енді ол жол жөнделіп кетсе бір күшті болайып тұр ғой, шіркін. Өте керемет болайып тұр ғой, жолдарды енді жөндеп жіберсе, бұл Ақтаудікінде қылып қойса, өте тамаша болайып тұр. Бұл жерде ертең жастар жиналады, жазда өте таптырмайтын жер. Орындықтар көп, максималды түрде салынған. Бұл біздің ескі жалын кинотеатрымыз достар. Бұл жерде балалық шақтың барлық кинолары болды. Әлде жасап тұр жұмыс, әлде жасап тұр. Өте керемет кинолар бар. Мына жердің барлығында орындықтар. Ертең осы орындықтардың бәрін таба алмай қаласың, жазда барға бос емес, барлығында адамдар отырады. Себебі неге, не үшін бос емес? Себебі бұл жер керемет жер да жазда деген отыруға. Міне, бұл жердің барлығы қазақи нақышталған еді, бірақ алып тастаған екен ғой да. Бұл жерде достар, кәдімгі Абай Құнанбаевтың мен деген тұлғалардың мүсіндері тұратын еді бұрын. Алып тастаған ба не оны? Мәссаған достар. Алып тастапты ғой, мына жер соны көрсетейін деп кетер едім. Күшті тұлғалардың мүсіндері тұратын еді, бәрі аппақ болып. Енді бұл біздің Қабанбай батырдың киген несі, дуылғасы, біздің Жаңаөзен қаласының дуылғасы. Бұл жерде үйленіп отқан жастар осы жерге келетін еді бұрын. Қазір келе ме? Қазір де келеді екен. Бұрын бұл аппақ түсті болған еді. Енді қазір оны деген әдеміледі.
Енді Алик, сен видеоға түсіре бер деп тұр ғой маған. Симуляторым дейді ғой. Мына дуылға енді менің басыма келе ме екен? Әлде менің басым бұдан да үлкен ба? Түсінбедің? Так, бұл дуылға ата-бабамыздан қалған дуылға ғой біздің батырлар жауға шапқан деген ырыммен достар. Бұл дуылғаны не қылған? Салып қойған. Асты шаңырақ, бірақ достар, көрдіңдер ме? Қазақи нақышта асты кәдімгі керемет шаңырақ. Мәссаған, мына жерде махаббаттар кеткен ғой. 3-ші мектеп 9Г дейді, оқысыңдар ма? Сара плюс Гала дейді, баяғы кездер ғана. Б, нижний қарақат, нижний А дейді, инстаны қара сен. Туф, достар, рахмат, рахман қарақат дейді. О, мына қарақат, мына қарақат ау деймін, походу. Штрихпен жазған, енді мектеп оқушылары ғой. Бұрын бізде сөйтетін едік қой. Өте күшті достар. Бұл жер енді кішкене ремонттап қойып еді. Бірақ енді бұл жерлерді ремонтын кім сындырғанын құдай білсін. Өзі сынды ма әлде адамдардың өзі ма, комментария жазып кетіңіздер шал. Болады, бірақ достар, бұл шаңырақ кәдімгі киіз үй шаңырағы. Өте күшті қала ғой. Жаңаөзен деген сағынып қалыппын ғой. Ей жаным, өзенім. Бұл енді манағы айтып кеткен біздің мұнайшы мәдениет сарайымыз, яғни бұл жерде жазда фонтан болады. Мына жерде құрттай балдар бассейнге түсіп жүреді, суға түсіп жүреді. Бізде деген мына жерде деген жазда сондай. Енді бұл мұнайшы мәдениет сарайы, бұл үлкен сарай енді. Ішінде сахна, концерт залы, кафе бар, анау мынау бұрын ресторан болды, қасында баулинг болды, ар жақтарында барлығы болған еді. Енді қазір жаймен-жаймен азайып жатыр ғой. Азайып жатыр, баулинг жоқ қазір. Мейрамхана жұмыс жасамайды ойдың, походу. Бірақ концерт күнделікті келіп тұр. Жаңаөзен қаласына да мен деген жұлдыздардың барлығы келіп өнер көрсеткен. Ал мынау манағы біздің айтып кеткен неке сарайымыз достар. Бұл жерде талай отбасы некесін қидырған жер ғой. Машалла. Күшті достар, өте әдемі неке сарайы. Жаңадан салынды осы. Бір неше жыл болды? 5-6 жыл болды салынғанына, қателеспесем. Іші үлкен, кең, өте әдемі. Алдымыздағы 5-ші микрорайон манағы айтып кеткен. Мына жақта алаң бар. Енді алаңға барғым келіп тұрған жоқ, барайын ба? Алаңда дым жоқ достар, кәдімгі жүресің, үлкен ортасында несі бар. Келсеңіздер, өздеріңіз келіп жатсаңыздар қарарсыздар. Осындай бір үлкен, дәл осы сияқты міне саябақ типа алаңда. Күшті, погода өте әдемі болып тұр. Ағаштар қурақ болған кәдімгі біз жақта. Енді қыс келіп жатыр, бәрімізде де солай шығар. Бірақ мынау қурамайды. Неге? Бұл жасанды. Бұл жасанды. Так, ана жақта әкімшілік бар. Әкімшіліктің қасында неке сарайы. Енді ар жақта фок бар. Сонымен Жаңаөзенде қызықтар біткен сияқты достар. Жаңаөзенде осы, өздеріңіз келсеңіздер енді бір болады достар. Келсеңіздер болады. Қыдыратын жерлеріміз бар, құдайға шүкір. Келіңіздер. Әдемі қала ғой. Так, достар, біздер қазір Рахмет Өтесінов атындағы спорт кешеніндеміз. Кішкентай фанаттарымызды көріңдер, ағайлармен тренировка жасап жүр. Бұл біздің фок. Міне достар, осы жерге келсем болды, шаршап қаламын. Күнде жүгіретін едім осы жерде сыртында. Шаршап қаламын, сол есіме түсіп кетеді. Міне достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Аман сау болыңыздар, смело лайктарыңызды басып каналға тіркеліп отқандарыңызға рахмет достар. Біздің Жаңаөзен міне осы қала достар. Алик Жаңаөзен қайсы деп достар сұрап жүргендер болса, көрсетіңіздер, осы видеоны барлықтарына таратыңыздар. Давайте достар, аман сау болыңыздар.